Болашақ банк қызметкерлері өз жұмыстарын бастауға дайын. Жақында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 80 студенті қолдарына диплом алып, еліміздің қаржы жүйесін дамытуға өз үлестерін қоспақ. Түлектердің соңғы емтиханында біздің түсіру тобымызда болды. Қаржы және несие мамандығының студенттері жоғары оқу орындарында алған білімдерінің қорытындылауда. Аталмыш мамандық бойынша күндізгі бөлімнің 79 және сырттай бөлімнің 46 студенті дипломдық жұмысын қорғамақ. Салық және салық салу, банк ісі мен қаржы менеджменті мамандықтарының иелері жақында білімдерін тәжірибеде сынамақ. Елбасымыз айтқандай, алдымызда көптеген жоспарлар, жұмыстар тұр. Соны іске асыру үшін, еліміздің алға дамуы үшін бізге кәсіпқой білімді мамандар керек. Кафедра банк жүйесіне, салық жүйесіне және де кәсіпорындарға менеджерлерді дайындайды. Ал енді дайындығына келетін болсақ, әрине жылдан жылға жағдайымыз жақсарып келе жатыр ғой деп ойлаймыз. Қаржыгерлер еңбек нарығында сұранысқа ие, тек қана өз білімін тәжірибеде көрсете білсе болғаны. Бүгінгі түлектердің арасында жоғары оқу орындарында оқып жүріп, осы салада өз орнын тапқандар да бар. Осы дипломның арқасында мен қазірді алда жұмыс атқарудамын. Білімдері өте жоғары, мұғалімдері де өте жоғары білікті жұмыс атқарады. Міне бүгін бізде дипломды қорғау жүріп жатыр. Университетте жас банкерлерді қазақ және орыс тілдерінде оқытады. Оларға беріліп отырған білім барлық талапқа сай саналады. Айта кету керек, биыл 7 студент ерекше үлгідегі диплом иесі атанбақ. Самат Сапаралы, Наталья Айтова, Дулат Мұсафиров, ақпарат.